Далада жер төңкеріліп жатқандай, ұлардай шулаған үрейлі дауыс. Самолет моторларының гуілі басылу орнына барған сайын үдей гулейді. Вагондағы жұрт түп-түгел үрейлі. Бір кезде бірнеше бомба жақын жерден жарылды да, вагондарды дірілдете солқылдатып, шайқап толқытып жіберді. Сол-ақ екен сырттан: «Вагоннан тез шығыңдар, эшелон өртенді, тез шығыңдар» деген бір еркек адамның ащы даусы саңқылдай естілді. Соны күткендей боп әзір тұрған адамдар вагонның есігін жабылып ашып жіберіп, есіктен бірлеп-екілеп қарғи бастады. Жамал да Серіктің қолынан жетектеп, вагоннан жерге түссе, алдыңғы бірнеше вагон жанып жатыр екен. Жұрттың бәрі өкпе тұстағы шағын тоғайға қарай тым-тырағай боп жүгіріп кетіп барады. Жамал Серікті сүйрелей-мүйрелей отырып, вагоннан 100 метрдей ұзағанша жау самолеттері эшелонды тағы да бомбалай бастады. Бірнеше бомба бірінен соң бірі эшелонның ұзын бойына қуалай түсті де, вагондардың астын үстіне шығарды. Жұрт азан-қазан, маңай лаулаған от. Будақтаған қою қара түтін мен қып-қызыл жалынға оранып, эшелон жанып жатты. Тылға тартып бара жатқан эшелонды әбден басынып алған жау самолеттері сол төңірекке қайта оралып, қарусыз ана, дәрменсіз балаларға енді тіпті жақыннан шүйіліп келіп, пулеметтен оқты бұрқырата жауды. Жан ұшыра жүгірген жұрт әр жерге бір бас сауғалап зытып барады. Жау тіпті көзіне көрінген әрбір адамды оқтың астына алған болатын. Жамалда ес жоқ. Екі өкпесін қолына алып, сүріне қабына жүгіріп келе жатыр еді. Бір самолет төмендей түсіп, оған оқты боратып жіберді. Ол баласын құшақтаған күйі бір шұңқырға етбетінен құлап түсті де, «Серігім» деп дауыстап жіберді. Ышқына шықты үні. Шешесінің бауырында жатқан Серіктің оған жауап қатуға мұршасы келмеді. Ана үрейі баланы тіптен булықтырып жіберді. Не заматта Жамал есін жиғандай болып: «Серікжан, оқ тиген жоқ па, қарашығым?» деді. «Жоқ, тиген жоқ. Мама, бұл жерден тез кетелік. Самолет тағы келіп қалады. Жүр, мама» деп Серік мамасының бауырынан жұлқынып ұшып тұра келді де, оның қолынан тарта бастады. Бірақ мамасы жатқан орнынан тез тұрып кете алмады. Әзер көтерілді. Ол 2-3 ұмтылып барып, қайтадан құлап түсті. Оқ тиген екен. Мамасына оқ тигенін Серік сонда ғана барып білді. Енді не істерін білмей сасқан бала жан-жағына жалтақ-жалтақ аңырып тұрып қалды. Бар қауқары: «Мама, тұр» деп қолынан тартқылай берді. Бір кезде Жамал ышқынып барып, екінші жақ жамбасына аунап түсті. Сол жерде Серік шешесінің қанға боялып жатқанын көріп шошып кетті. «Мама, ана ағаш ішіне жетелік. Жұрттың бәрі соған барып тығылды. Мама, жүрші» деді Серік тағы да оң қолымен көзінің жасын сүртіп. Жамал тіл қатпады. Аузынан әлсіз үн, болымсыз дем шығады. Серік көгендеген қозыдай ешқайда кете алмай шешесінің жанында жылап тұра берді. Жау самолеттері қайтып оралмады. Әлгінде ғана астан-кестең болған дүние бір сәт тынышталып, жым-жырт бола қалды. Маңайда жан жоқ. 2-3 сағат өткеннен кейін Серіктің жылай-жылай дәрмені құрып, шешесінің бас жағына жүресінен отыра кетті. Жамал тағы да 1 сағаттай қиналып жатты да жан тапсырды. Әкесі алдыңғы шепке аттанып, анасы далада қаза тауып, жас Серік бұрын аяғы баспаған алыс жерде тірі жетім боп жалғыз қала берді. Қайда барады? Не істейді? Не күтіп тұр алдында? Бәрі оған мәлімсіз. Серік анасының қасынан кете алмай тұрған шақта, сол маңдағы бір ағаштың түбінде толық денелі, орта бойлы, қою сары шашты, 30-дың 2-3-еуіне келген бір әйел отыр еді. Бұл полк комиссары Савченконың жұбайы, партия мүшесі Анна Ивановна Савченко болатын. Оның жанында ағашқа сүйеніп 11-12-лер шамасындағы ақ сары шашты, көк көзді, жалаңбас бір ер бала тұр. Бұл сол Анна Ивановнаның Борис деген жалғыз ұлы болатын.
Ол станция жаққа ағаш арасынан көз алмай ұзақ қарап тұрды. «Мама, ана жерде біреу отыр, ол мұнда неге келіп тығылмайды?» деді. Анна Ивановна орнынан тұрып баласының нұсқаған жағына қарап еді, шынында да ашық алаңда біреу отыр екен. «Мама, анау Серік қой, танып тұрмын, Серік!» деді. Тағы да манадан бері одан көз алмай қарап тұрған Борис. Анна Ивановнаның басына енді мұның шешесіне оқ тиген екен, сөйтіп Серік оның жанынан кете алмай тұр екен деген күдікті ой сап ете түсті. Бористің қолынан жетектеп алды да Анна Ивановна солай қарай беттеді. Орманның шетіне келіп анықтап қарап еді, әлгі отырған Серіктің дәл өзі екен. Анна Ивановна жау самолеті көрінбей ме екен дегендей айнала аспанға бағдарлай қарап алды да: «Боря, сен осы жерде тұра тұр, мен барып не болғанын біліп келейін», деді. Боря басын изеді. Анна Ивановна жедел басып Серіктің жанына келгенде, ол орнынан ұшып тұрып, Анна мен шешесіне алма-кезек қарап, егіліп жылап қоя берді. «Серік, неге жылайсың? Мамаң жаралы ма?» деп Анна Ивановна Жамалдың бетіне үңіле қарап, тамырын ұстап көрсе, ол жан тәсілім берген екен. Енді Анна Ивановна да не істерін білмей, Серіктің басынан сипап, аңырып тұрып қалды. Оның көз алдынан қара торы, толық денелі, қою, ұзын қара шашты, өзінің көршісі Жамалдың жарқын бейнесі кетпеді. Ол сол сүйкімді бейнені көз алдынан кетіргісі келмегендей, бір нүктеден көзін алмай қарап тұра берді. Сәлден соң бір шешімге келгендей Серікті бауырына қыса түсіп: «Серік, мамаң өлді. Мамаңды фашистер өлтірді» деу ақ мұң екен. Серік тағы да тізерлеп отыра қалып, мамасының өлі денесін құшақтап, еңіреп жылап қоя берді. Анна Ивановна да егіліп тұр еді. Жамалдың бетін оның жасырып кеткісі келді, бірақ қалай жасырмақ? Не қолында күрегі жоқ, не төңіректен еш нәрсе табар емес. Сөйткенше болған жоқ, алыстан самолет моторлары жер жара гуілдеп тағы да жақындай түсті. Анна Ивановна дереу Жамалдың үстіндегі қанға боялған жаздық жұқа пальтосын шешіп алды да денесіне айқара жапты. Қысылтаяңда қолынан бар келгені сол-ақ еді. Сосын: «Серік, жүр кетейік. Әне, фашист самолеттері тағы да ұшып келеді. Жүр, әне жерде Боря тұр. Соған барайық», деді ол Серіктің қолынан ұстап. Көзіне жас толған Серік мамасының денесінен көз алмай: «Бармаймын, осы арада боламын» дегендей басын шайқап, орнынан қозғалмады. «Серік, мұның не? Жүр, мамаң өлді. Енді папаңды тауып алайық», деді Анна Ивановна, оны мамасынан күдер үздіріп, ертіп әкетейін деген оймен. Сол арада жау самолеттері де қаптап кетті. Серік артына жалтақ-жалтақ қарап, Анна Ивановнаның соңынан еріп, бүлкектеп кете барды. Толассыз жауған жаңбыр, әр ағаштың түбін паналаған адам. Бұлар 2-3 күннен бергі жау бомбасынан, бораған оқтан әлде қалай аман қалғандар. Көбі әйел, бала-шаға, іштерінде эшелондарды басқарып келе жатқан бірен-саран әскери адамдар да бар. Эшелондары өртеніп, жаудан баспаналап қашқанда бәрі де киім-кешек, азық-түліктерін тастап кеткен. Дені жаралы. Бұларға осы төңіректегі село, станциялардан қашқан адамдар да келіп қосылған. Жаңа қосылған адамдар: «Жау пәлен жерге, түген жерге келіп қалды. Қызыл армия шегініп келеді. Жау бүгін ертең осы арада болады. Бұл жерден дереу кету керек» деген үрейлі хабарды да ала келген болатын. Анна Ивановна 2 баланы бауырына қысып, бұтақты жуан талды паналап тұр. Енді не істеу керек? Осы сұраққа ол неше күннен бері жауап таба алмады. Енді пойызбен жүре алмаймыз. Біреуді біреу біліп болар емес. Төңіректегі жұрттың бәрі шығысқа беттеп барады. Алдағы бірер күнде азығымыз да таусылады. Сонда не істемекпін? Жаяулап қанша жерге бармақпын? Егер жау қуып жетсе, фашистердің қолында қалсам не боламын? Дәл осы ақырғы сұраулы ойға келіп тоқтағанда, оның денесі тітіркеніп кетті де,
костюмінің ішкі қалтасындағы партбилетін ұстай алды. Жаулап алған жерлерде фашистер коммунистерге тіпті жай кеңес адамдарына не істеп келе жатқанын батыс жақтан қашқан адамдардан талай естіген болатын. Анна Ивановнаның өз басындағы қайғысына бауырында бүрісіп тұрған кішкентай серіктің қасіретті қайғысы келіп үстемелей қосылды. Оның ойы онға, санасы санға бөлініп, басы қатты. Ұйқы дегенді ұмытты. Шаршау не, шалдығу не, ол да бұл шақта ойға кіріп шығар емес. Анна Ивановна Винница облысы, Самогородок ауданы Зазулин селосында туған еді. Онда қарт әкесі, өгей шешесі тұратын. Ендігі бір ойы осы туған селосына жеткісі келді. Осы тоқтам, осы байлам жеңіп, ақырында қалған бір тілім нанды екі балаға бөліп берді де жолға әзірленді ол. Шығысқа қарай шұбыра ағылып бара жатқан жұрт. Біреулер бозғыл шаңды борқыратып жолмен, кейбіреулер жол бойына жарыса шыққан ағаш арасымен, енді біреулер ашық даламен тартқан. Бәрі де арттарына, батыс жаққа, аспанға жалтақ-жалтақ кектене қарайды, ызалана қарайды. Үлкеннің де, кішінің де жүзінде жанкештіліктің, ызаның, ашу толқынның, жалындаған кектің таңбасы бар. Анна Ивановна арт жағына бұрылып қараса, шұбырынды қалың босқындар әр жерге топтанып тұр екен. Бір кезде бірнеше жерден автоматтардан дыр-дыр етіп оқ атылды. Жұрт әр жаққа тым-тырақай қаша жөнелді. Автомат даусын естігенде Серік пен Борис құлақтарын тіге қалды да зәрелері ұшып кетті. Қарусыз халық кез келген жаққа жан ұшыра ойысып барады. Оқ дегендері құлапта жатыр. Босып келе жатқан бейбіт адамдарға жан жақтан оқ борап кетті. Анна Ивановна екі баланы екі қолымен ұстай алды да оң жақ өкпе тұстағы тоғайға қарай жүгірді. «Мама, оқ атқан кімдер?» деп сұрады артына бұрыла қарап келе жатқан Борис. «Білмеймін» деп Анна Ивановна келте жауап қайырды да ілгері қарай жүгіре берді. Автоматтан, жеке винтовкалардан атылған оқ даусынан төңірек жаңғырығып кетті. Дәл осы кезде гүрілдеген мотор даусы естілді де, гүріл үдей түсіп, дарылдаған автомат даусына ұласты. Біреуді біреу біліп болар емес. Астан-кестен бір дүние әйтеуір. Бас сауғалап кез келген жаққа қарай жан ұшыра безіп бара жатқан жұрт. Анна Ивановна екі баласымен тоғайға келіп кірді де, не істерін білмей, кілт бұрылып, бір орыннан тапжылмай тұрып қалды. «Жүр, мама!» дей берді үрейлері ұшқан екі бала, аналарының қолынан ілгері қарай тартып. Анна Ивановна оқ атқан кімдер, анықтап көріп алайын дегендей қашып келген жағына ұзақ қараумен болды. Екі көзі бұлдырап, еш нәрсе көрер емес. Көзін қайта-қайта сүртіп қарағанмен, бірақ ешкімді анық көре алмады. Содан соң ол балаларын ертіп бір талдың түбіне келді де отыра кетті. Тағы да құлақ тұндыра оқ атылды. Сәлден соң атылған оқ серіктер отырған маңайды тіміскілей бастады. Ысқырып өткен оқтан қорғанып, балалар да бұталарды паналап бұға қалысты. Бұл не сұмдық? Оқ атып жатқан кім? Фашистердің келіп ақ қалғаны ма? Жоқ, ол жауыздарды Қызыл армия жібере қоймас. Сонда оқ атқан кім? Біздің әскерлер босып келе жатқан өз адамдарына оқ ата ма? Жоқ, оқ атуы мүмкін емес. Сонда кімдер? Деген ойда отырғанда мотоциклистер жол бойына қаптап кетті. Бірінің соңынан бірі жолмен ілгері қарай өтіп жатыр. Бәрі де біркелкі көк киімді, білектерін шынтақтарына дейін түріп, бастарына каска киіп, автоматтарын алдарына көлденең асып алған. «Мынау біздің солдаттар емес», деді Борис жұлып алғандай, мотоциклистерден көз алмай қарап тұрып. Серік те, Анна Ивановна да оған ешбір жауап қатқан жоқ. Үнсіз, қимылсыз тұрып, мотоциклистерге үңіле қараумен болды. Анна Ивановна көзін оң қолының салалы саусақтарымен қайта-қайта сүртіп қарап тұр. Не заматта осы сабылып өтіп жатқан фашистер екеніне көзі әбден жеткен соң, «Иә, жау қуып жетті. Ендігі күніміз не болар екен?» деп күбірледі де
Борис пен Серікке алма-кезек бір қарап қойды. Сол күні Анна Ивановна екі баласымен ағаш түбіне паналап шықты. Енді жолмен жүру бұлар үшін қауіпті болды. Не болса да алға қарай жүре берейін деген шешімге келді. Ана Борис пен Серікті ертіп ағаштың арасымен ілгері қарай жүре берді. Азықтары таусылған болатын. Бірер сағат жүргеннен кейін сирей бастаған тоғай шетінен қалың өрт көзге шалынды. Будақтаған түтін ішінен қызыл жалынның тілі жалаң-жалаң етті. Өрт маңында қараңдаған әйелдер. Үшеуі солға қарай бұрылып, өртті айналып жүрмек болды. Анна Ивановнаға жанып жатқан мал қорасы не бір сарай сияқты болып көрінді. Ілгері біраз жүргеннен кейін өртеніп жатқан мал қорасы емес, село болып шықты. Әр үйдің қасында 2-3-тен мотоциклистер жүр екен. Село өртеніп жатыр, деді Серік Анна Ивановнаға қарап. Бірақ ана ешбір жауап қатпастан ілгері қарап аяңдай берді. Ағаш ішімен жанып жатқан селоны айналып өткен соң бір талдың түбіне дем алды бұлар. Неше күндер бойы жол жүріп, шаршап шалдығып келе жатқан Серік пен Борис мамаларының тізесіне басын сүйеп отырып, қалғып та кеткен еді. Жарты сағаттай уақыт өтті. Анна Ивановна балаларының ұйқысын қимай, екеуінің басын екі қолымен сипап отыра берді. Тағы бір 10 минуттай уақыт өткен соң Серік, «Мама, жүрші» деп айқайлап, шошып оянып кетті. «Сережа, не болды саған? Айқайлама», деп Анна Ивановна Серікті құшақтай алды. Серік кеудесіне келіп қалған өксігін басып, кішкентай көкірегін кере күрсінді де, көзінің жасын сүртіп, жан-жағына мұңая қарады. Борис те оянып, не болды дегендей мамасына қарап тесіле қалды. Ұйықтап кетсе-ақ шошиды. Ана қазасы баланы әбден илеп барады. Сережа шошымалы ауру болып кетер ме екен? Аурулы болып кетсе не істемекпін? Онда мұның көрген күні мен менің күнім не болмақшы, деп ойлады ана. Осылай қайғы құшағында отырғанда село жақтан дырылдаған мотоцикл моторларының даусы естілді де мылтық атылды. Сөйткенше болмай, атылған мылтық даусына ұлардай шулаған үрейлі адам даусы ұласып, төңірек азан-қазан болды да қалды. Тағы да не боп қалды дегендей, Анна Ивановна орнынан тұрып қараса, село жақтан көп адам қашып келеді екен. Көбінің қолындағы жас нәресте, әйелдер, балалар, кемпір мен шалдар. Бәрі де қолдарынан келер қайраты жоқ, қорғансыз жандар. Ажал тырнағынан сытылып шыққандай, екі өкпелерін қолдарына алып, сүрініп қабынып, жан ұшырып, бас сауғалап келеді. Бәрінің іздейтіні тыныштық, бас амандық. Бірақ жау бейбіт елге ол берекені берер емес. Ойрандап, талқандап барады. Бұлар осынша неден ығып келеді? Әлде немістер қуып келе ме екен? Деген оймен Анна Ивановна шұбырып келе жатқандардан көз айырмады. Неге тұрсыңдар, қашыңдар, неміс солдаттары селоны өртеп, адамдарды асып, атып жатыр деп, баласын көтеріп, тоғай жиегіне ентігіп, демігіп бұрын жеткен жас әйел Анна Ивановнаға есі шыға қарады. Анна Ивановна жас әйелге тіл қатқанша, шұбырындылар соңынан оқ атып, селодан онша ұзап шыға алмаған дәрменсіз қарттар бораған оқтың астында қалды. Басқыншылар оғына ұшқан жас балалар, қарттар, әлсіз аурулар әр жерде ажал азабын шегіп жатыр. Селодан қуғыншылар да шықты. Не деген қаншерлер, адам баласында осыншама тағылық, осыншама жауыздық болады екен. Жоқ, бұлар адам баласы емес, жоқ, деп күбірледі Анна Ивановна осы көрініске қарап тұрып. Қуғыншы мотоциклистердің қарасы жақындаған соң, Анна Ивановналарда босып шыққан село адамдарымен қалың тоғай ішіне кіріп, тоғай шетінен алыстай берді. Ит тұмсығы өткісіз ағаш ішіне баспаналарын тастап келген село адамдары жиналып қалды. Қуғыншылар тоғай ішіне кірмеді. Әр жерден оқ атты. Жарты сағаттан соң ол да тынды. Анна Ивановна село жайын анықтап білмек болып, манағы жас әйелдің жанына барып, «Селода не болды? Айтшы», деді. «Біздің селодан өзіміздің солдаттардың соңы кеткеніне 2-ақ сағаттай уақыт болды.
Сонан соң селоға неміс мотоциклистері қаптап кетті де әр үйді қоршап алып тінте бастады. Савчук деген қарттың үйінің шатырына жасырынған біздің 2 солдат оларға қол пулеметінен оқ атыпты. Немістің біраз солдаттарын өлтірсе керек. Сол үшін бүкіл селоны өртеп, адамдарын атып аса бастады. Олардан құтылып шыққандар, міне, осылар ғана болғаны ғой, деп әйел көзіне жас алып, қолындағы нәрестесін бауырына қыса түсіп, жан-жағындағы адамдарға қамыға қарады. Көбін үйлерінен шығармай, үйлерінің есіктерін сыртынан бекітіп өртеп жіберді. Терезелерінен қашып шықпақ болғандарын атып тастады. Жас балалары барлар, кемпір-шалдар үйден шыға алмай қалды, деді ентігіп демігіп бір мосқал адам. Бірінің анасы, екіншісінің баласы, үшінші біреулерінің туған-туысқандары қалған үрейлі жандар село жаққа қарайды. Қайран село, қара күйеге малтығып ол жатыр. Анна Ивановна село адамдарынан жол сұрап алды да түс ауа олармен қоштасты. Қалың орманнан шыққан соң село адамдарының айтқан баспаналар бүргені де жоқ, ашық даламен жүруге тура келді. Сонда да жолдан бой тасалап, тағы бір күн жүргеннен кейін үлкен өзен кездесті. Кешіп өтуге болмайтындығын сезген ана амалсыздан көпір іздеді. Судың бойымен жоғары қарай 3-4 шақырым жүрген соң темір көпір көрінді. Көпірге жақындаған кезде оның аузында тұрған неміс сақшыларын көріп, зәресі ұшып, аңырып тұрып қалды. Есі кетіп, енді не істеймін, бұл судан қалай өтемін деп тұрған ананың ойын комая деп барқ ете түскен неміс сақшыларының бірінің даусы бөліп жіберді. Анна Ивановнаның қорқынышы біреу-ақ еді. Ол талай қауіпті күндерден бері көзінің қарашығындай сақтап келе жатқан партиялық билеті болатын. Оны соңғы күндері Серіктің вельветкасының жағасының ішіне тігіп берген еді. Бірақ қайда тықса да неміс жендеттері көріп тұрғандай тінткен жерде оны тауып алып қоятындай болып көрінетінді оған. Әсіресе соны қауіп қылып қипақтап қалды. Шақырып тұрған сақшының алдына қанша барғысы келмесе де, амалсыздан 2 баласын 2 жағына алып, қолдарынан мықтап ұстап, көпірге қарай беттеді. 2 бала қауіпті сезгендей, ана мен неміс сақшыларына алма-кезек жалтақтап қараумен келеді. Бұл жерде не іздеп жүрсің деп сұрады бір солдат, орыс тілін әрең құрап сөйлеп. Үйге кетіп бара жатырмыз деп жауап қатты Анна Ивановна. Үйге? Үй қайда? Деп әлгі солдат қайта барқ ете түсті де, жанындағы солдаттарға тінтіңдер дегендей иек қақты. 3-4 солдат әрі тінтіп, бері тінтіп, Анна Ивановнаның паспорты мен қол сағатынан басқа еш нәрсе таба алмады. Басқа документтерің қайда? Деп тебінді әлгі солдат. Басқа документім жоқ, деп Анна Ивановна қысқа ғана жауап берді. Не қыларын білмей аптығып тұрған әлгі солдат. Мынау кімнің баласы деп сұрады Серікке қадала қарап. Өзімнің балам деп Анна Ивановна іркілмей жауап берді де Серіктің иығынан ұстап өзіне қарай тартты. Өтірік айтасың, мынау азиат, орыс емес, украиндық емес, деп ақырды әлгі солдат. Азиат, азиат деп жамырасып кетті солдаттардың барлығы. Анна Ивановнаның зәресі ұшып кетті. Азиат деп бұл сорлы баланы менен айырып алып кетсе қайтем, онда баладан да партиялық билетімнен де айырылғаным ғой, деген ой оған сап ете түсіп, Серікті өзіне қарай онан сайын тарта берді. Серік те қорқып, Анна Ивановнаның бауырына қарай тығылды. Солдаттар бірінен бірі барқылдап сөйлеп, бұларды қоршай түсті. Сен азиатпысың, деп бір кекселеу жуан қарын солдат Серікке төніп келді де, сен кісі етін жейтін ұлттың баласымысың дегендей, өзінің добалдай жүнді білегін өзі тістеді. Сонан соң оң қолының сұқ саусағын шошайтып, балаға сұс көрсетті. Серік онан бетер қорқа түсті. Зәре қалмады. Кішкентай қара көздеріне мөлдіреп жас іркіле қалды. Гитлер солдаттарын Азия халықтары кісі етін жейді деп үйреткен екен ғой, деп жорамалдады Анна Ивановна, жуан қарын солдаттың әлгі сөзінен кейін. Анна Ивановнаның аузына өзімнің балам дегеннен басқа сөз түспеді.
Бастапқы солдат қол сағатты өз қалтасына салды да паспортты Анна Ивановнаға қайтып берді. Сөйтіп тұрғанда көпірдің арғы жағынан үстін брезентпен жапқан 10 шақты жүк машинасы келе қалды. Алдыңғы машинаның кабинасынан басына маңдайы шошайған қалпақ киген бір неміс офицері қарғып түсті де Анна Ивановналардың қасына үймелеп тұрған солдаттарға қолын бұлғап айқай салды. Барлығы соған қарай жүгіре жөнелді. Жүгіріп бара жатқан солдаттардың ең соңындағы біреуі тұра қалды да артына қарап сәл кідіріп барып Анна Ивановнаға жүгіріп келді. Мен чехпын, біз туысқан адамдармыз. Бұлардың өздері кісі жегіш, ел тонағыш тағылар, тез кетіңіздер, деп түстік жақтағы жақты нұсқады да ол қайта жүгіре жөнелді. Анна Ивановна екі баласын жетектеп көпір аузынан түстікке қарай ұзай берді. Көпірден ұзап шыққан соң бір қалың тоғайға кезікті олар. Тұнжырап жай ғана ағып жатқан үлкен судың сағасымен жоғары өрлеп тағы біраз жүрген соң, «Мама, Сережа әбден шаршады. Менің де аяғымды ботинкем қажап жүре алмай келемін. Демалайықшы. Жендеттерден тағы бір құтылдық қой», деді Борис жас терекке сүйене кетіп. Бористің ұсынысын қолдағандай Серік те тұра қалды. Анна Ивановна артына бұрылып, «Жарайды, демалсақ демалайық» дегендей жуан теректің түбіне отыра кетті. Балалар да шешесінің жанына келіп жайғасты. «Мама, қара жолмен жүрсек, Сережа екеуміз де ботинкелерімізді шешіп алып жалаңаяқ жүрер едік. Мына жолсыз жерде ботинке аяғымызды әбден қажап тастады. Жалаң аяқ жүруге бұта қарағаннан тағы болмайды», деді Борис ботинкесін шешіп жатып. Боричка, енді бізге жолмен жүруге болмайды. Фашистер атып тастайды. Көрдіңдер ғой, әлгінде олардың бізді қалай қаумалағанын. Енді алыс емес, бірер күнде жетеміз. Нағашыларың аман болса, деп Анна Ивановна ауыр күрсініп алды. Ана күрсінісін балалар да ұғады. Ұққанымен істер қайрат, қылар дәрмен бар ма? «Мама, тез кетіңдер деген неміс жақсы екен. Бізді аяп кетті ғой деймін», деді Борис балалық мінезбен. «Ол неміс емес, өзі чехпын деді ғой. Ол чех. Тіпті немістердің ішінде де жақсылары бар ғой. Олардың барлығы фашистер емес», деді Анна Ивановна зат салатын дорбасының аузын шешіп жатып. «Онда олар бізге қарсы неге соғысады?» деді Серік жұлып алғандай. «Оларды Гитлер соғысқа зорлап жіберіп отыр. Бармаймын десе асып өлтіреді. Туған туысқандарын да тірі қоймайды», деді Анна Ивановна Серікке бір үзім нан ұсынып жатып. «Гитлер жауыз», деді Серік. «Әрине, ол жауыз. Жол жөнекей көрдің ғой, өртеп жатыр, асып жатыр, атып жатыр. Соның барлығын Гитлердің бұйрығымен істеп отыр», деп Борис екілене сөйледі. Екі баланың да Гитлерге деген, Гитлер жендеттеріне деген кегі іштерінде қазандай қайнап тұр. «Жарайды, нандарыңды жеп демалыңдар. Күн батпай мына судың арғы жағына өтіп алайық», деді Анна Ивановна жау қылығына ызалы отырған балаларын аздап та болса демалдырып алғысы келіп. Бір сағаттай тынығып алған соң тағы да суды жағалап отырып бір селоға жақындады. Селода тағы жендеттерге кездесіп қалармыз дегендей Анна Ивановнаның ілгері жүргісі келмеді. Сөйтіп, дал болып тұрғанда судың арғы жағынан бері қарай бір қол қайық келе жатыр. Не де болса осы қайықшыға жалынып көрейін деп Анна Ивановна жағаға қарай беттеді. Қайықшы ескегін құлаштай есіп Анна Ивановнаның қасына келіп тоқтады. «Саламатсыз ба?» деді Анна Ивановна ары қарап отырған қайықшының желке жағына барып. «Саламат, саламат», деп қайықшы ескегіне сүйеніп орнынан тұрып. Анна Ивановнаның бетіне тесіле қарай қалды. Анна Ивановна да бұл адамды қайдан көрдім дегендей сілейіп тұр. «Мен сізді бір жерден көрген сияқтымын», деп тіл қатты әлден уақытта қайықшы. «Мен де сізді шырамытамын, бірақ қайдан көргенімді есіме түсіре алмай тұрмын», деді Анна Ивановна оған жақындап. «Сіз Винницада оқыдыңыз ба?» деді қайықшы қайығынан қарғып түсіп. «Оқыдым», деді де Анна Ивановна. «Сіз Иващенко емессіз бе?» деді жұлып алғандай. Қайықшы жан жағына ұрлана қарады да. «Иә, Иващенкамын.
Сіздің фамилияңыз кім деді. Полищук. Енді таныдым. Аня, халің қалай, қайдан жүрсің деп қайықшы Анна Ивановнаны құшақтай алды. 4 жыл бойы Винницаның педагогикалық институтында жұп жазбай бірге оқыған екеуі осылай кездесті. Коля, сен тіпті өзгеріп кетіпсің, мен танымай қалдым, толыпсың, мына қоя берген сақал мұртың не? Деді Анна Ивановна оған таңдана қарап. Қазір жағдай солай болып тұр ғой, Аня. Жасым 40-қа жетпесе де, сақал мұрт қоюға тура келді. Ол жөнінде әңгімелесерміз. Өзің қайдан келесің? Ана тұрған балалар кім? Деді Иващенко. Ол екеуі бізге қарап қалыпты ғой. Анау үлкені менің Борис деген балам. Биыл 12-де. Жанындағы Сережа деген, ол да менің балам, деп күрсініп қойды Анна Ивановна. Сол күні қас қарайғанша Анна Ивановна мен Иващенко екеуі ұзақ әңгімелесті. Анна Ивановна институт бітіргеннен кейінгі өмірін, соғыс басталғаннан бері 20 күннің ішіндегі басынан кешірген оқиғаларын, көрген білгендерін Иващенкоға түгел айтып берді. Иващенко да институтты бітіргеннен кейін аудандық комсомол комитетінің секретары, онан аудандық партия комитетінің екінші, соңынан бірінші секретары болып жүріп, ауданға басқыншылар кірердің алдында астыртын жұмысқа қалдырылғанын айтып ұзақ отырды. Ұзақ жол жүріп, шаршап шалдығып, әбден бұрлығып келе жатқан екі балаға ол алма кезек қарады да, балалардың қарны әбден ашқан шығар. Мен мына селодан азық алып келейін. Сендер мына бір жас қайыңның ішіне кіріп күте тұрыңдар. Біреу-міреу көріп қоймасын. Қазір басқыншылардың соғыс комендантының бұйрығы бойынша орманда жүрген адамдарды банда ретінде атады, не асады. Кешкі сағат 8-ден кейін далада, село мен қала көшелерінде жүруге болмайды, деп ескертті Иващенко орнынан тұрып жатып. Онда, Коля, өзіңде байқап жүр, деді Анна Ивановна. Жоқ, мен бұл селоға үйреніп алдым. Мұнда сенімді адамдар бар, деп Иващенко селоға қарай жүгіріп кетті. Иващенко жанына 2 адам ертіп, түннің бір уағында оралды. 2 бала олар келгенде қалжырап ұйықтап жатқанды. Оларды оятып, тамақтандырып болған соң, ал Аня, өткел қайықшысы болғандықтан сендерді арғы жағаға өткізіп салайын. Жүріңдер, бұл қайықпен әлі талайлар өтер, талай жауыздар су түбіне кетер, деп қалжыңдады Иващенко. Жоқ, Коля, қызметің жаман емес, деп қойды Анна Ивановна қайыққа түсіп жатып. Борис пен Серік те қайықтың ортасына жайғасып отырды. Судың арғы жағына жолаушыларын өткізіп салып тұрып, жолдарың болсын, Аня, ендігі хабарды өзімнен күт, сақ бол, біздің тапсырмамызды орындар деп сенеміз, деді Иващенко. Рахмет, Коля, маған өзіңдей сен, деп жауап қатты Анна Ивановна. Анна Ивановна туған селосына 3-ші күні кеш батып қас қарайған шақта ғана жетті. Ол тура өзінің әкесінің үйіне бармай, жолда селоның батыс жақ шетіндегі жастайынан бірге оқып, бірге өскен Тамараның үйіне соға кеткісі келді. Оның үйіне бірден кірмей, 2 баланы үйдің арт жағындағы тасалау жерге қалдыра тұрып, өзі аяғын ептеп басып, терезеге жақындады. Терезеден шам жарығы көрінбеген соң, жан жағындағы үйлерге қарады. Ол үйлердің де терезелерінен жарық көре алмады. Сонан соң, бұл село адамдары қайда кеткен, деп ойлап, сәл аңырып тұрды да, әлгі үйдің терезесіне құлағын төсеп тыңдап еді, құлағына күбірлеп сөйлеген адамдардың даусы келді. Енді Анна Ивановна, бұл үйде адамдар бар екен, деп терезенің бұрыш-бұрышынан мұқият қарай бастады. Бір кезде төргі бөлменің терезесінен саңылау тауып, сығалап қараса, үсті ішімдікке толы стол басында немістің бір офицері отыр екен. Барлық формасымен емін-еркін арақ ішіп отырған неміс офицерін көргенде Анна Ивановнаның жүрегі су ете түсті. Тамара үйде жоқ шығар. Ол не шығысқа қарай кетіп қалды, не болмаса мына жендеттер өлтіріп тастаған ғой, деп ойлады. Офицердің жанында біреу отыр. Бірақ оның офицерге қарай созған рюмка ұстаған қолының көлеңкесі ғана көрінеді. Анна Ивановна қанша сығалағанмен оның кім екенін байқай алмады. Сонан соң
Ол екі баланың жанына қайтып келді де кеттік дегендей белгі беріп өз үйіне қарай жүріп кетті. Келсе, өз үйінде де жарық жоқ екен. Тағы да терезеге келіп қараса, ол ішінен жабылмаған. Үйде мүлде жарық жоқ. Кемпір мен шал сорлыларды да құртқан екен ғой, деп ойлап аңырып тұрып қалды. Екі бала да жанына келіп тұрды. Анна Ивановна өз көзіне өзі сенбей терезеге тағы үңілді. Сол кезде үйдің ішінен біреу қараңдап көрінді де терезеге жақындап келіп, «Бұл кім?» деп сұрады. Бірақ Анна Ивановна бірден жауап бермей кідіріп қалды. «Бұл кім?» деп әлгі адам даусын қаттырақ шығарып, екінші рет сұрағанда барып, Анна Ивановна өз әкесінің даусын танып қуанып кетті. «Папа, папа, мен ғой, Аня» деп Анна Ивановна сыбырлап терезе шынысына аузын төседі. Қарт та қызын таныды білем. «Құдай-ау, Аночка» деп сол сәтте ғайып болды. Терезеден кейін шегіне бергенде Анна Ивановнаны әкесі мен шешесі қабаттасып келіп құшақтай алды. Біраз құшақтап, мауқын басқан соң, «Жүр үйге» деп сыбырлады әкесі. Барлығы үйге кірді. Терезені ішінен тұмшалап жауып шам жақты. Иван Дементьевич қызын тағы құшақтап, солқылдап жылай берді. «Папа, қой, жылама» деді Анна Ивановна. «Анна, Борис пен Сережаны көрдіңіз бе?» Иван Дементьевич көзінің жасын сүртіп, екі баланың маңдайынан сүйді. «Аночка, бұл дүние не болды? Құрыдық қой. Біздің армияға не болды?» деп Иван Дементьевич тағы да сары уайымға салынып, Анна Ивановнаға қарады. Анна Ивановна күрсініп, «Қайдан білейін? Әлі еш нәрседен хабарым жоқ. Бұл бір уақытша жағдай шығар. Кеңес халқының жеңілуі, фашистерге құл болуы мүмкін емес. Қашан да болса да әділеттік жеңеді. Фашистер елімізге басып кірді. Бұл әділеттілік емес. Біздің халық болса, енді өз отанын қорғайды. Басқыншыларды туған жерімізден қуу үшін оларға қарсы күреседі. Бұл әділеттілік. Олай болса, біз жеңеміз» деді. Осында Антон Архипович, Тамара Уляктар немістердің алдына нан мен тұз алып шығып, кеңес үкіметі құрыды деп жүр, деді қарт. Сол кезде Анна Ивановнаның көзі шарасынан шығып кете жаздады. Ол сасқалақтап, «Папа, не дейсіз? Тамара дейсіз бе? Антон шалды қойшы, ол өмірі колхоз мүлкін ұрлаумен абақтыда келе жатыр. Ал Тамараны не қара басты? Бәсе, өзінің жаңа ғана Тамараның үйінің жанында болғанын есіне түсіріп, неміс офицерімен рюмка соғыстырып, сұрқиялана күліп отырғанын ол көз алдына келтірді. Ол бұзылған әйел. Неміс офицерлері үйінен шықпайды. Николайды ұмытты. Бұл бұрынғыдай емес. Біздікіне келуді қойды. Сен онымен енді байқап сөйлес», деп София Павловна да сөзге араласты. «Жоқ, мама, онымен мен енді сөйлеспеймін де. Әлгінде келе жатып оның үйіне соғып едім. Мен де бір сұмдықты байқап қалдым», деп сәл кідірді де. «Оны қойшы, Николай келсе көреміз. Ал не істедіңдер? Село адамдарынан кімдер бар?» деп Анна Ивановна әкесіне жақындай түсті.